блокпост төмен қарай түсетін болсақ, Wi-Fi Most Mikrotik Wireless Wire мынау моделі құрылғының нүкте көпірін орнату. Орыс тілінде wireless wire, установка моста. Ағылшын тілінде қазір қарап көрейік. Installing Mikrotik Wireless Wire Point-to-Point Bridge. Енді мост дегенді қарайтын болса, қараңыздар, бізде мысалы мына жерде үлкен үй бар дейік, оған интернет-сервис провайдер кабельмен әкеп интернет қосты. Одан кейін біз осы интернетті жаңағы ауламыздағы басқа сырттағы, мысалы тағы да қосымша ғимараттарға, гараж немесе қойма дейік, кез келген басқа біраз аймақтағы жерге тартқымыз келсе, осы интернет қосқымыз келсе, және кабель тартып жатқымыз келмесе, онда осы Wi-Fi мостты қолдансақ болады. Оны қазақ тілінде көпір деп айтамыз, ағылшын тілінде bridge. Осылай көпірді пайдаланамыз, екі антеннаны қоямыз екі жерге, одан кейін екеуінің арасында, міне мына жерде келтірілгендей, мысалы 1 гигабитке дейін интернет тарату мүмкіндігі болады. Осылай сіздерде мысалы екі үйдің арасында, екі ғимараттың арасында, екі жаңағы кез келген қашықтықта осылай мост жасағыңыз келсе, көпір жасағыңыз келсе, онда Mikrotik'тің шешімдерін қолданып көруге болады. Mikrotik'тің енді Wi-Fi мост деген қиын емес, түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы кабельсіз Wi-Fi көмегімен жаңағы сигналды тарату. Енді Mikrotik не үшін таңдауға болады деген мәселе туындайтын болсақ, бұл осы Mikrotik негізі осы Wi-Fi wireless сымсыз интернет-сервис провайдерлердің арасындағы көшбасшылардың бірі. Одан кейін бұл компанияның құрылғылары өте сенімді және баға жағынан тиімді болып келеді. Бірақ бір ескертетін нәрсе, кішкене жаңағы настройкасы енді инженер болмаса, қарапайым қолданушыларға күрделі. Оны айта кету керек. Мына жерде бізде бір клиенттің өтініші болды. Менің учаскеме Транстелекомның оптикалық талшықты желісі келеді, ал забор қоршаудың ішкі жағында бір маршрутизатор орнатылған, Visol компаниясының. Бұл осы Транстелекомның оптикалық байланысын Ethernet кабельдік байланысқа түрлендіретін конвертер ретінде тұр деп айтсақ болады. Осы Visol маршрутизаторынан Ethernet кабель Mikrotik көпіріне жалғанады. Екі Mikrotik көпірлерінің арасы қашықтығы шамамен 15-20 метр. Үй ішіндегі интернет Huawei Mesh жүйесі арқылы таралады, және бұл осы тоқтың дұрыс жұмыс жасамауына байланысты өшіп, настройкасы бұзылып қалған. Бұлай айтқанда, міне мына жерде үйде бір Mikrotik'тің екінші құрылғысы тұр жаңағы, және заборда міне мына жерде біреу тұр. Қазір мына жерде құлап қалған түсірген кезі. Міне мына жерде біреу тұр. Мына жерге қазақ Транстелекомның интернет келеді, қазір көрсетейін. Басынан бастап қарай салайық. Мына жерге Транстелекомның оптикалық кабелі келеді. Одан кейін міне оптикалық кабель келіп, Visol жалпы мына жерде маршрутизаторға жалған. Бұл маршрутизатор көп жұмыс жасап тұрған жоқ жаңағыдай көп. Бұның бар қызметі осы оптикалық кабельді талшықты қабылдайды. Мысалы, мына үйге орнатылу керек болатын құрылғы. Соны ары қарай осы Ethernet кабельмен міне мынау біздің барып маршрутизаторға жаңағы Wi-Fi мостқа Mikrotik'ке жалғанады, кабель арқылы барып. Мына жермен кабельмен барып, мына жерге міне мостқа жалғанады. Одан кейін үйдің жаңағы екінші жағында екінші мостымыз тұрады. Міне біреуі бер жақта Транстелеком, мынау екіншісі үй жақта тұр міне. Біреуі мастер болады, екіншісі слейв болады. Яғни бұлар бір-бірін жаңағы біреуі басқаратын, екіншісі қабылдағыш құрылғы болады. Екі осы құрылғының арасында 60 ГГц жиілікте сымсыз байланыс жасалынады, және 1 гигабитке дейін ол жаңағы жылдамдықта жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл құрылғы, мысалы Mikrotik'тің мына құрылғысы, қазір біз оны Каспийден іздеп көреміз. Бұл сымсыз Ethernet кабель ретінде әрекет ету керек. Яғни үйге дейін 1 гигабит жылдамдық интернет беру керек. Ол үшін жаңағы біз мына жерде әрине түсінікті, настройкасы бұзылғаннан кейін ресет жасаймыз, одан кейін оны настройка жасадық. Енді настройка, конфигурация мақсаты және жалпы түсінікті деген екен. Мына жерде жаңағы бағасын қарап кетейік. Мысалы, бізде Kaspi.kz деп көрейік. Қазір бәрі Kaspi.kz-дің магазинімен салыстырып жатады. Міне Wi-Fi Most, Mikrotik Wireless Wire RB Алматыда. Қазір көреміз. Мысалы, Көкшетау дей салайық. 67 мың теңге дейді. Мен қателеспесем 67 мың теңге.
бар жоғы бағасы міне мына құрылғы. Одан кейін екеуі болады. Бұлардың міне характеристикасын қарап көрейік. Опция точка доступ немесе мост ретінде жұмыс жасайды. Бұл жердегі Wi-Fi технологиялары, одан кейін беру жылдамдығы міне 1000 мегабит секунд, бұл 1 гигабит деген сөз. Так, диапазон частот. Так, тоқтаңыздар, асықпаңыздар, кішкене бізде басқа модель тарап алып кетті. Бұл 60 ГГц жұмыс жасамайды, бірақ бұл мостта, яғни 1 гигабитке дейін береді дейді. Бұл жаңадан шыққан нұсқасы болу керек. Жалпы бұл маңызды емес, яғни бағасы тиімді, қолайлы, бұны настройка жасау қиын емес. Жалпы айтайын дегенім. Орнатамыз, мост жасаймыз. Енді екі ғимарат арасында толық жаңағы көпірді ұйымдастыру. Бұл дегеніміз екі жақ бір вилан ішінде біріктіріліп жұмыс жасайды. Point-to-point bridge жасалынады. Мысалы, мына құрылғы ол 60 ГГц диапазонда жұмыс жасауы мүмкін, және бұл үйдегі немесе офиста қолданылатын жиіліктерден кішкене басқаша айырмашылығы бар. Бұлардың толық өткізу қабілеті мына жерде жазылғанда 1 гигабит. Бұл жерде төмен кідіріс және жоғары сенімділік. Шынымен микротиктің құрылғылары бір-бірімен жақсы бапталып, бір-біріне қосылғаннан кейін өте тұрақты жұмыс жасайды, негізі сенімді. Бұл жерде 200 метрге дейін қашықтықта қамтиды. Ешқандай интерференция болмайды, таза байланыс арнасы болады. Яғни, шынымен ол жердегі байланыс шынымен өте керемет. Яғни екеуін бір-біріне қаратсақ болды. Қазір мына жерде антеннаның төбеге қарап тұрған жері болу керек. Екеуін бір-біріне қаратамыз, және интернет жалпы байланыс жақсы. Енді конфигурациясына келетін болсақ, конфигурациясы енді инженерлерге бұл түсінікті болу керек. Аса күрделі емес. Бұл жерде мастер және бридж деп, жаңа слейв деп аталынатын екі нұсқасы болады. Біреуі негізгі мастер конфигурациясы, екінші слейв конфигурациясы. Мына жерде енді командный строкасы берілген, бірақ бұл кішкене қате деп айта аламын бірден сіздерге. Мен қазір өзімнің настройка жасаған, жаңағы настройка жасау барысында видео түсіріп алған болатынмын экранды. Соны мен осы видеоның аяқ жағына қосамын, мысалы, соны қарасаңыздар болады. Аяқ жағына настройканы қосайын, қалай жасалғанын. Одан кейін конфигурациядан кейін байланыс бірден орнады. Шын настройка өте оңай болады. Және енді мысалы Ruiji деген қытайлық компания, солардың да Wi-Fi мосттары бар екен қазір. Олар тіпті оңай дейді. Мысалы қарап көрейік міне. Ruiji Wi-Fi мост, Wi-Fi bridge. Тағы да Kaspi.kz-тен іздеп көрсек. Kaspi.kz. Міне Ruiji компаниясының мысалы Wi-Fi мосттары. Бұлардың енді характеристикасын қарау керек. Жалпы қанша қашықтыққа, сапасы қалай болады, сондай жаңағы характеристиканы қарау керек. Алайда мысалы 70 000 теңгеге мысалы екі антенна алатын болсақ, және оларды бір-біріне қосатын болсақ, бұлар негізі жағасы жоғары деңгейде, яғни бұлардың настройкасы тіпті оңай дейді, микротиктан да оңай дейді. Енді мен өзім настройка жасамам, бірақ Ruiji'дің басқа құрылғыларынан көргем, сон жаңағыдай оңай тияқты дейді. Жарайды. Бұл жерде айтайын деген микротиктің конфигурацияларынан кейін байланыс бірден орнады. Екі құрылғының арасындағы ап күйінде жұмыс жаңағыдай линк көтерілді. Бірден ақпарат алмасу байқалады. Жаңағыдай ақпарат алмасып жатқанын байқауға болады. Оны трафиктің ішіне кіріп көреміз. Байланыс өте жоғары сапада, яғни кәдімгідей кабельдегідей жұмыс жасайды. Бұл жерде сымсыз түріне қарамастан интернет жоғары деңгейде. Спид-тесте 300 мегабиттей осы настройка жасап болғаннан кейін көрсетті, себебі бұл интернет-сервис провайдердің берген жылдамдығы. Алайда ол 1 гигабитке дейін негізі таси алады. Одан кейін қолда жаңағы клиенттің үйіндегі ішкі локальный сетті көреміз. Міне мына жерде сырт жақтан келетін бұл жерде жаңағы микротиктің екінші слейв құрылғысы мына жерде питание алып тұр. Одан кейін ол жерден келетін кабель бізде мына жерге свичке қосылған болатын. Енді мына жерде тексеру барысында түсірілген болатын, сондықтан нақты көрсетпеу мүмкін, бірақ жалпы үйдің ішіндегі локальды желі. Одан кейін бұл жерде тағы да Huawei-дің mesh системасы бар, ол да өте оңай. Бұл жерде бар болғаны, бұны осы свичке қосамыз, қоректендіреміз, және бұлардың екі құрылғысы бір-бірін табады, оны телефондағы приложениемен настройка жасап, үйге өте жоғары жылдамдықтағы интернетті береміз. Міне бар болғаны осы, соның арқасында міне микротиктің wireless Wi-Fi қысқа қашықтыққа арналған, орнатуы жеңіл және тұрақты гигабиттік байланыс жасалды және жоба аяқталды. Енді мен қажетті жаңағы сол кезде түсірген видеоларды, сонымен қатар настройкаларды видеоның басына немесе аяғына қосамын. Сондықтан қарап көріңіздер, пайдалы болса лайк басыңыз. Орыс, ағылшын тілінде көруге мүмкіндік бар. Бөлісіңіздер, настройка жасап көріңіздер және интернетті сымсыз байланысты қосып пайдаланыңыздар.
интернет сервис провайдер оптика келеді. Гофрамен мында келіп, Wi-Fi роутері қарапайым Vsol, мен оптика келіп тұр, одан соң Ethernet-ке түрленіп отыр. Мына кабель барып, Ethernet кабель PO инжектормен микротик мастерге. Одан соң үйде тұрған ар жақта slave, екінші точка, үйге интернет кіргізеді. 1 гигабит секундқа дейін жақсы жылдамдық, тамаша, жақсы жұмыс жасап тұр. Микротик slave, екінші точка. Бұл основной мастерден қабылдап үйге кіргізіп тұр. Ар жақта мастер тұр. Мастер. Міне микротиктің мастер точка доступ. Үйге интернет сервис провайдерден келеді. Интернет сырттан. Одан соң ана жерде тағы бір роутер. Одан кейін ана жерде мост. Микротиктің 60G деп аталынатын технологиясы 1 гигабит секундқа дейін береді. 60 гигагерцте жұмыс жасайды. Осындай сыртқа, мостқа, осылай сыртқа арналған екінші деңгейде жұмыс жасайды. Былайша айтқанда кабель сияқты. Бірақ сымсыз байланыс ұйымдастыру үшін жұмыс жасап тұр. Мост жасалды. Үйде интернет пайда болды. Жылдамдығы тура сырттағыдай. Өте жақсы жылдамдық беруде. Антеннаны қатты туралаған жоқпыз. Бар жоқ, сол қолмен бір-біріне қараттық. И интернет жақсы жұмыс жасап тұр.